Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика сабағын бастаймыз. 104-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту. Сендер бүгінгі сабақтан 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтуді үйренесіңдер. Сабақты бастамас бұрын кім шапшаң ойнап көрейік. Сандар қатарын жалғастырып көріңдер. Жарайсыңдар, бізде бірінші қатарда қанша сан қосылып тұр екен? 35, дұрыс айтасыңдар. Ал екінші қатарда 12, дұрыс. Жалғастыратын болсақ, 35, 70, 105, 140, 175, 200, 205. Ал 616-ға 12 саннан қосылып отырғанда 628, 640, 652, 664, 676, 688. Бәрекелді. Берілген өрнектің мәнін тап. Ең алдымен 243-ті 2-ге көбейткенде 243-ті 200, қосу 40, қосу 3 деп жазып аламыз. Оны 2-ге көбейтеміз. Алдымен 200-ді 2-ге, 40-ті 2-ге, 3-ті 2-ге көбейтіп аламыз. Қалғандарын қосамыз. 200-ді 2-ге көбейтсек 400, 40-ті 2-ге көбейтсек 80, 3-ті 2-ге көбейтсек 6. 486 сандарының қосындысы 486. Балалар, мұндай есептеу бізге қолайлы ма? Жоқ, әрине. Бізге баған түрінде есептеген өте ыңғайлы. Екі жүз 243-ті 2-ге көбейткенде 486. Бірліктердің астына, ондықтардың, жүздіктердің астына жазып есептейміз. Міне, бізге осы тәсіл қолайлырақ. Естеріңде болсын, 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту алгоритмін. Баған түрінде жазамын, бірліктерді көбейтемін, ондықтарды көбейтемін, жүздіктерді көбейтемін, жауабын оқимын. Осы алгоритмді пайдаланып, мына берілген есептерді шығарып көріңдер. Бірінші 142-ні 4-ге, 4-ті 2-ге көбейтеміз. 8, 4-ті 4-ге көбейтеміз. 16, 4-ті 1-ге көбейтеміз. 4, ойдамен 568 болады. 123-ті 2-ге көбейтеміз. 246, 345-ті 2-ге көбейтеміз. 690. Келесі есепті шығарамыз. Өрнектердің жұп мәнін атасаң, Шоқан Уәлихановтың кім болғанын, ал тақ мәндерін атасаң, Ыбырай Алтынсариннің кім болғанын білесің. Шығарып болсаңдар жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Шоқан Уәлиханов тарихшы, журналист, саяхатшы. Ыбырай Алтынсарин аудармашы, педагог, жазушы. Жарайсыңдар. Қазақтың ұлы ағартушылары. Шоқан Уәлиханов 1835 жылы Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Құсмұрын жерінде дүниеге келген. Қазақтың ұлы ғалымы
ағартушы, шығыстанушы, тарихшы, этнограф, географ болған. Әжесі бала күнінен Шоқанмын деп еркелетіп, Шоқан атанып кеткен. Шын есімі Мұхаммед Ханафия. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазан айының 20 жұлдызында Қостанай облысы, Қостанай ауданында дүниеге келген. Шын есімі Ибрахим. Қазақтың ағартушысы, ақын, жазушысы, артынан терең із қалдырған тұлға. Есебімізді шығаруды жалғастырамыз. Өрнектерді баған түрінде жазып, есептейік. Сендердің барлық есептерді дұрыс шығарғандарыңа сенімдімін. Ендеше тексеріп алайық. Естеріңде сақтаңдар оқушылар. Алгоритмді баған түрінде жазамын, бірліктерді көбейтемін, ондықтарды көбейтемін, жүздіктерді көбейтемін, жауабын оқимын. Бұл алгоритмді естеріңде сақтаңдар. Ал келесі оқулықтағы 3-ші есебімізді шығарамыз. 20 ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған мектептерінде бар жоғы 211 қыз оқыған. Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем еді. Алғашқыда мектептердің барлығы қанша бала оқыды? Жарайсыңдар, жауаптарыңды тексеріңдер. 211-ді көбейтеміз 4-ке, 844 оқушы ұлдар. 221-ді осы 844-ке қосамыз 1055. Барлығы 1055 оқушы оқыған екен. Амалдардың орындалу ретін анықта, баған түрінде жазып, оларды есепте. Сендерге бірінші есепте мысал берілген. Сол мысалға қарап, қалған есептерді шығарыңдар. Өзіңді тексеріп көр. Өрнектерді баған түрінде жазып, есепте. Жарайсыңдар. Есептерді барлығын дұрыс есептедіңдер деген ойдамын. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.